Михаил Ламтадзе, Тимур Кулебаев, Болат Утемуратов және Тимур Турловқа қарағанда байырақ. Оның есімі елімізбен тығыз байланысты және ол алғашқы миллиардқа дәл қазақ жерінде жетті. Бірақ Ламтадзе Қазақстанның ең бай бизнесмендер тізімінде жоқ. Неге бұлай? Өйткені ол Грузия азаматы. Оның ақшасын Forbes Georgia мен жаһандық Forbes есептейді. Олар Михаилды миллиардерлер рейтингінде 694 орынға орналастырған. Қазақстандық байлар рейтингінде Ламтадзе 6 миллиард дәулетімен Каспий бойынша өзінің серіктесі Вячеслав Кимнен кейін бірден екінші орында болар еді. Есесіне Грузияда Ламтадзе номер 1. 2024 жылдан бастап ол дәулеті 2,7 миллиард доллар құрайтын экс-премьер Бидзина Иванишвилиді басып озып, әлемдегі ең бай грузин атанды. Көріп отырғаныңыздай, қазақстандық грузиннің байлығы 2 еседен асады. Жалпы кез келген қазақстандық Ламтадзенің неліктен ең бай бизнесмендер қатарына кіргенін жақсы біледі. Оның табысы еліміздегі ең ірі технологиялық компанияның біріне айналған Каспиймен байланысты. Соңғы 5 жылда табысты финтех жоба оны әлемдік миллиардерлер рейтингінде 956 орыннан 694 орынға көтерді. Ал глобалды Forbes бағалауы бойынша оның дәулеті былай өсті. 2021 жылы 3 миллиардтан сәл астам, 2024 жылы 5 миллиардтан астам, ал 2026 жылға қарай 6 миллиард. Михаил Ламтадзе сирек сұхбат береді. Бірақ ескі сұхбатында ол алғашқы бизнесін бастағанда тәуекел ететін ештеңесі болмаған және бәрін нөлден бастағанын айтқан. Негізі үйде ешқандай ақша болған жоқ. Тіпті анам үйге сникерс алып келсе, қарындасыммен бірге бүгін және ертең жеу үшін оны 4-ке бөлетін. Тбилисидегі бизнес мектепте 5 жыл білім алу үшін Михаил ағасынан қарызға ақша алған. Оның айтуынша алдын ала төлеген үшін оған 30% жеңілдік берген. Ламтадзе бұл ақшаны өзінің ең үздік инвестициясы деп санайтынын айтты. Көп жылдар өте ол Гарвардтағы оқуына ақшаны өзі тапты. Қазақстанда миллиардер болған үшін Ламтадзе азаматтығын ауыстырады ма? Жоқ сияқты. 2018 жылғы сұхбатында ол грузин паспортын ауыстыруға ниеті жоқ екенін айтқан. Грузия бұл мен туылған ел. Онда туған туыстарым тұрады. Қазақстан бұл менің өмірім. Грузиядан кейін ең көп уақытымды өткізген елім.